Қайырлы күн достар, барлықтарыңызға бүгінгі күннің сәлемін жолдаймын. Бүгін 11 айдың 16-сы, 16 November. Бүгін өте жақсы күн болды. Дүйсенбі күні болғандықтан жалпы өте жақсы басталып жатыр аптамыз. Бүгінгі жағдайда дәл қазіргі бүгінгі күнді $791 жаттым өз басым. Біздің командалар өте жақсы трейд жасады. Таңертең тікелей эфирге барлығымыз команда бойынша барлығымыз бірге трейдинг жасадық. Менің білуімше Нұрлыбек деген мысалы Нью-Йоркта біздің бір трейдер 800 қанша доллармен жапты мысалы. Сағын 50 қанша доллармен жапты. Қазақстаннан Сабира $150 жапты. Тағы да Талғат, Асқат, Асима $90. Енді жалпы команда бойынша өте жақсы жауап жатырмыз. Бүгін өте әдемі күн болды. Вакцинға жаңалық бар есі. mRNA деген Marina деген сток компанияның вакцинға 95% өте жақсы шыққан деген жаңалық бар. Таңертең соған байланысты CCL деген cruise стокымыз өсіп отыр акция. Таңертең ненің бір күннің несіне қарайтын болсаңыздар, CCL деген cruising стогі Американың кемесінің акциясы деген сөз, компанияның акциясы. Бұл 8%-пен өсіп ашылып, сонымен бүгін өте bullish болды. mRNA-дің өзінен $119 жасадық. Marina вакцин шыққан жақсы жаңалық несімене. Соның арқасында CCL-дан жақсы жасадық. Сосын mRNA-де болғанда жақсы жаңалық болса да, біз оны шорт жасадық. Түскеннен пайда көрдік деген сияқты. Мен қазір түсіндіруге тырысам. Оның үстіне NIO деген компания білесіздер, Қытайдың Tesla істеп жатырмыз. Біз енді өткен 2 апта бойы трейд жасап келе жатырмыз. $264. Біз NIO-дан болғанда команда бойынша өте керемет жасап жатырық. Сіздерге бүгін қысқаша болсын. Мен болғанда енді жалпы осы қазіргі мына сіздерге көрсетіп отырған мына платформа DAS Pro деген платформа болған мен болғанда Interactive Broker деген компанияның брокер компанияны біріктіріп керектенемін. Бізде Қазақстаннан Interactive Broker'да көп керектенетін, бізде трейдерлар көп. Бұл international жаңа халықаралық неге өте жақсы көмек қолдау көрсететін сондай брокер. Жағында TD Ameritrade'да менде өзімде 2 аккаунтым бар. TD Ameritrade аккаунтымнан дәл қазіргі жағдайда сіздерге қарап тұрып айтайын. Мен 2 аккаунтымен қатар трейдинг жасадым бүгін. Одан $155. Мен бұның барлығын сториді Инстаграмға саламын. Сондықтан сіздер біздің Инстаграмға қосылыңыздар, және Телеграм каналымызда тегін информациялар күнделікті жүргізіліп отырады. Жазылып отыруға тырысыңыздар. Окей, ең алғашын бірінші трейдті мен негізінде mRNA-ден бастадым. Marina жаңа вакцинға байланысты акция. Сіздерге үлкен картинасынан бастап көрсетейін. Bir күннің графигі бүгін үлкен gap деп айтамыз. Мына жерде тұрған сток 89-дан бүгін өсіп 90 қаншадан жоғары ашылды. Бұда да 8-9% жоғары ашылды. Жақсы жаңалық бар. Бұған болғанда мына жерде сызықтар тұр. Ана сызықтар болғанда біздің енді деңгейлері, маңызды деген деңгейлер осыған келіп тоқтайды. Осы жерде сатып алушылар, сатушылар бар деген сияқты. Мынада план болғанда былай. Онда ортасындағы сызық болғанда ана фри маркет деп жатырмыз. Нарықтың ашылып жатқан несі ашылып жатыр. Колорадодан сағатымен, қазір Нью-Йорктың сағатымен тұрды, несі 9:30-да ашылып жатыр деген. Нью-Йорктың сағатымен платформа, Нью-Йорктың сағатымен. Таңертең гап-аппен ашылып, бүйтіп фри маркетте қатты өсті. Мына оған жаңалыққа байланысты. Енді кішкене түсіп, ортасындағы Big-Up деген индикатор осыған келіп кішкене settle down деп айтамыз, кішкене демалып пауза алып жатыр. Біздің план болғанда былай болды. Мына жерде кішкене range деп айтамыз, онда екі бағаның ортасында зон сияқты жасады. Осының енді астынан 100.09-дан бұлса астына қарай шорт жасаймыз деген план болды. Бұлса астына қарай мына жерге дейін шорт, немесе free market low-ға дейін, free market-дағы ең төменгі бағаға дейін құлайды деген план. Ал мынаны үстіне қарай бұлса, онда long позицияға кіреміз. Free market бұлса, оны ары қарай day trading жасаймыз деген план болды. Сосын былай болды. Таңертең маркет ашылды, бұл қатты құлады. Қатты құлап кетті. Алғашқы 1, 2, 3, 4, біздегі 1 минуттық таймфрейммен көрсетіп тұрмай, өте ішіндегі нелерді детейлмен көрсетуге тырысып жатырмын деген. 1 минуттық таймфреймнен қарап отырсаңыздар, алғашқы 4 минутында қатты құлап кетті, бірақ та біз қайтеміз, жалпы біз трейдинг жасағанда қатты құлап кеткен стоктарға, акцияларға тура жасамаймыз трейдинг. Не үшін дегенде, оны біз не дейміз? FOMO дейміз, fear of missing out. Fear of missing out деген ол қалай дегенде, егер қатты құлап кететін болса, сіз қатты құлағаннан кейін кіретін болсаңыз, кешігіп қаласыз деген. Өйткені бұл қатты құлайтын болғандықтан біз қайтеміз, біз үлгермей қаламыз. Сондықтан біз қай кезде трейдинг жасаймыз дегенде, біз құлап акциялар қайтадан өсіп, жаңағындай pullback деп айтамыз,
соны резистансқа келгенде шорт жасаймыз. Біз енді шорт жасайтынымыз белгілі болды. Біздің қалаған деңгейімізді тура бұзды таңертең алғаш бірінші минутында бұзып кетті. Бірақ бірінші минутында біз трейдинг шортқа кіріп кетсек болушы еді, бірақ та ол кішкене рискісі жоғары, тәуекел жоғары. Неге деген кезде қатты құлады. Бірінші минутында жалпы адамдар волум көлем өте жоғары болады, алып сату көп болатын болғандан кешегі мысалы фри маркетте алып отырған адамдардың барлығы позицияны шығады. Сондықтан негізінде таңертең алғашқы 5 минутта трейд жасамауға тырысамыз, әсіресе бірінші минутында. Сосын акция құлап кетті, үлгермей қалды, қайтадан өсіп, волумы аз волуммен өскендіктен қайттым. Негізі болғанда үлкен картинамен бүйтіп түсіп жатқаны көрініп тұр, мынаны бүйтіп көтетін болсақ, мына бүйтіп түсіп жатыр. Сонысы көрініп тұр, оны біз даунтрендинг дейміз. VWAP деген үлкен индикатор, бұл маңызды индикатор. Day трейдинг жасағанда осыған келіп, қайтты hanging man, doji деген бізге sell деген сигналдар, бізге short жаса деген сигналдар беріп жатты да. Сосын ақырындап түсіп бастағаннан кейін қайттым. Дәл мына жерден шортқа кірдім деген, мына кішкене төменірек. Мына қайда шортқа кірдім, стоп лосс қайда? Стоп лосс VWAP-тың үстінде, мына жерде деген. Бір-екі сент орын береміз. Осындай сетаппен кірдім, сосын бұл түсіп бастады, қайтадан жаңадан лоу деп айтамыз, жаңадан төменгі деңгей жасады, сосын қайтадан үстіне қостым. Сосын шықтым, кішкене pullback жасады, қайттым. Қайтаран шортқа қостым. Үстіне қостым деген. Акцияны шортқа түскеннен ақша жасап жатырмыз. Біз енді акция өскенде де түскенде де екі жағынан да ақша жасаймыз. Бірақ та ол түскенде мен қалай ақша жасайды деген мен жеке видео жасасам болады. Егер қызық болса сіздерге комментқа жазып кетіңіздер, мен сіздерге жазып беруіме болады. Сосын қайтадан шортқа кірдім деген соң алдымен сатамыз, қымбат бағамен сатып, арзан бағаға келгенде қайтадан сатып аламыз. Ортасындағы пайданы біз көреміз, брокердан акцияны қарызға алып жатырмыз деген. Біз оны шорт селлинг деп айтамыз. Сосын қайтадан шорт селлингға кірдім, қайтадан позициядан шықтым. Сонымен бұл жерден 319 доллар. Одан кейін кішкене мына жерден астынан кішкене қателік болды. Мына жерден шорт бірдеңе жасап кеттім, оның позициядан шықтым, ол болғанда 78 центтің минус 78 цент болды. Ол ешқандай проблема жоқ деп ойлап тұрмын. Менен MRNA болғанда өте жақсы трейдинг болды. Екінші трейдинг болғанда NIO деген компания, барлығымыз білетін Американың Қытайдың не істеп айтқанбыз, бұл өткен 5-ші күн Friday бұл қатты құлап кеткен. Бұны біз құлаған кезде тағы да минусқа біраз кіріп, одан кейін қайтаран пласқа жапқанбыз. Қосумен жапқанбыз, өте керемет болған. Анан 2 апта бойынан өсті ғой, 2 апта бойынан бір өтірік айтпаған кісіге бір неше 100% өсті да, бір соңғы 2 аптаның өзінде өтірік айтпаған кісіге 700-800% өсті. Сосын Friday қатты құлап кетті, ол жерден тағы трейдинг жасадық, мына үлкен волумені. Бүгінге болғанда жалпы өте әлсіз ашылды таңертең. Gap down, gap upпен ашылып, сосын таңертең құлады фри маркетті. Сосын бұны негіз тағы да шортқа түскеннен ақша табатын, шортқа жасаймыз ба деген план болды таңертең. Бірақ та ол қатты өсіп кеткендіктен біз керісінше лонг позициядан ақша таптық, өскеннен ақша таптық. Неге мен шортқа қарадым дегенде, gap upпен ашылып құлады деген, құлады. Енді фри маркет нарық ашылғанға дейін құлап отыр деген. Сондықтан мына жерде үлкен 5-ші күн жұма күнінің ең төменгі деңгейі бар, енді жерде көк сызбасы тұр. Осыны бұзса біз тура шортқа деп ойлағанбыз план бойынша. Бірақ та шорт селлингға, бірақ та бұл өсіп кетті. Өсіп кеткен кезде былай болды. Тағы да жаңа сияқты қатты өсіп кетті да, біз кіре алмай қалдық басқа трейдинда. Алғашында әсіресе алғашқы неше минуты 1, 2, 3, 4 орташа есеппен 15-20 минутта таңертеңінде қатты өсті. Сосын алғанда 5-ші күн жаңа Friday күннің, жұма күннің жабылған бағасы бізде автоматтық түрде сызық бойынша шығады. Бұл дәл осы деңгейге келіп, баға құлады, резистанс жасап құлады деген сияқты. Құлап алды, VWAP-тың деңгейін бұзғаннан кейін мен шортқа кетем деп ойлап, шортқа кірем деп ойлап отырамын, егер мынаны бұзса астына қарай. Сосын бұзбай үстіне қарай кеткендіктен мен қайттым, мына жерден лонг позицияға кірдім деген. Бірақ менің стоп лоссым алысырақ болды. Стоп лоссым болғанда мына candle'дың астына, мына маңайда болды деймін да. Сосын үстіне кетті, мына жаңадағы resistance, анау 5-ші күн Friday күннің жабылған бағасына келген жерден алдында құлаған жер деген сияқты, алдында құлаған бағаға келгенде қайттым, шықтым деген сияқты, позицияның жартысына шықтым. Қайтадан бұзған кезде қайтадан шықтым. Неге деген бұзған кезде кейбір кезде теріс бұзып кетуі мүмкін.
сондықтан теріс дегенде өтірік бұзу айтамыз, жалған бұзу, fake breakout айтамыз. Соны бұзған жерден қайтадан жартысынан шықтым, қайтадан құлап, жаңағы resistance жасап жатқан жерден, support алған жерден қайтадан қостым. Қосқан кезде мен 1-2 шықтым, 50% 30% шыққан кезде тура қайтем. Нені break-evenға қоям дегенсіз. Жаңағы break-evenға тура автоматтық түрде break-evenға қоям. Мен мынам жобамен болғанда, қосқан кезде жобамен мына маңайға таратып қойдым да. Қалай дегенде оны біз risk management айтамыз. Позицияның жартысынан шықтым, қалғаны break-evenде отырғаны, қалған неде ешқандай рискі жоқ, тәуекел жоқ дегенсіз. Мен енді жарты позицияны шықтым ғой, қалған жартысын қайтем, дәл сатып алған бағама қойып тастаймын дегенсіз. Оның үстіне қосатын болсам да үстіне сатып алған баға екеуінің орташама бағасына қоямын дегенсіз. Өйткені мен үстіне қайтадан қостым ғой. Енді қосқан кезде мен қайтем. Алдындағы жартысының пайдасын көрдім, мысалы $100. Қалған $100 рискіге қойып жатырмын, бірақ та мен ол $100 $200 қалдыру үшін қайтадан үстіне қосам дегенсіз. Бірақ та ешқандай рискі жоқ, ешқандай тәуекел жоқ. Егер мен қайтадан баға құлап кетті дегеннің өзінде де мен өзімнің қалтамдағы $100 қалтамда қалады да, ал қалған акциялар ешқандай рискі жоқ, ары қарай кетеді дегенсіз. Оны біз не дейміз, маркет риск менеджмент. Сосын үстіне қарай кетті, саттым, шығып кеттім. Сонымен неше доллар? $264 не болды? Өте керемет трейд болды. CCL-дан қалай болды? CCL тағы да жаңағындай gap up пен үлкен пикчурында болғанда gap up пен 8% аспанға өсті, өте жақсы кетті. Бұны қалай трейдинг жасадық? Көрсетейін. Бұл өте bullish, жалпы таңертеңнен бері bullish бірақтар жақсы opportunity іздеп отырдық. Таңертең жақсы бүйтіп ашылды, бірақ та мына маңайда біраз choppy дейміз, ол біраз жақсы нетпей біраз тоқтады. Сондықтан мен тостым, өз басым тостым, трейд жасағам жоқ. Мына жерде free market high болғанда мынау болды, free market high белгілеп қояйық. Free market high болғанда өшіп болған сияқты. Мынау болғанда free market high. Сосын бұл негізінде таңертең құлады, free market low дейміз, free market деген мына нарық ашылғанға дейінгіні біз free market дейміз. Осының ең төменгі деңгейі деген сөз, free market low деген. Осыған келіп өсті. Өсіп кеп, қайтаран құлап, қайтаран өсіп баратқан жерден жаңадан high жасады, мына жерден жаңадан high. Мынаны алдындағы құлаған бағайы бір рет, екі рет кеп тест жасап құлаған баға, осы жерден құлаған, осы жерде сатушылар бар деген сөз. Осы сатушылар бар жерге құлауға тиісті жерден қайтты. Үстіне қарай бұзды. Оны біз не дейміз? Breakout деп айтамыз, бұзу. Жаңадан бұзу өйткені сатып алушылар мықты деген көрсетіп отыр бұл жерде. Бұзған жерден free market low-дың астынан стоп лосс қойып, мына жерден кірдім деген сөз, сатып алдым. Кірдім, одан кейінгісі белгілі. Қайттым, үстіне барғаннан кейін жаңа біздің жаңадан левелдар, мына жерде сызықтар бар, бұның барлығы бізге қандай бір деңгей, қандай бір маңызды. Мынау болғанда free market high, мынау болғанда сол күннің несі деңгейі. Сол күннің деңгейіне кіріп, келесі левелға келгенде сатып соны шығып кеттім. Жалпы болғанда өте керемет болды. Жалпы осылай бүгінгі күн 791 ар жағында жалпы 1100 қанша доллармен жаптым, өте керемет күн болды. Алғашқы күн дүйсенбі күні жақсы ашылып, біздің психологиямызға қатты әсер етеді деген сөз. Бізде болғанда жақсы жаңалықтар келе жатыр, сіздерге арнап, көп адамдардың ұсынысы бойынша, егер қызықтасаңыздар біздің менің инстаграмға жазылыңыздар, сосын қандай видео қалайсыздар, жаза кетіңіздер комментқа, біз үнемі комменттеріңізді оқып отырамыз, соған байланысты видеолар шығарып отырамыз, жаңа видеолар келе жатыр. Сіздермен үнемі бөлісуге тырысамыз. Қандай видео қалайсыздар, бізден subscription басып, қоңырауды басып қойыңыздар, лайк, коммент жазып отырсаңыздар, соған байланысты көп видеолар салуға тырысамыз. Сіздермен келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Peace.